Баршаңызға қайырлы күн достар. Мен бүгін сіздерге осындай тоқыма жіптен қалай шашақ жасау керектігін үйрететін боламын. Ол үшін өзімізге ұнаған тоқыма жіпті алып, осындай кішкентай екі жіпті бірінші қиып алатын боламыз. Сосын қолымызға немесе үлкендеу ұзын шашақ керек болатын болса, үлкен коробкаге осылай 10 шақты рет, 15 шақты рет орап алатын боламыз. Мен 10 рет орап алдым және оны қолымыздан шығарып, бағанағы қиып алған бірінші жібімізбен қақ ортасынан 2 рет қатты етіп байлайтын боламыз. Байлап алдық. Енді осыны 2-ге бүктеп, жібін ұстап тұрып, кішкене бас жағынан кішкене 2 рет қатты тартып байлайтын боламыз. Осылай 2 орап, шығып кетпейтіндей етіп байлап қоятын боламыз. Артық жібін қайшымен қиып тастайтын боламыз. Және бағанағы ораған жіптерімізді осылай ортасынан қайшымен қиып тастайтын боламыз. Қолымызбен тарап, біркелкі етіп, бойын бірдей етіп, тегістеп қиып алатын боламыз. Міне артық шығып тұрған жіптерді қиып тастаймыз. Сол кезде бізде осындай әдемі шашақ дайын болды. Міне мен әртүрлі түсінен жасап алғанмын және өзіңізге керек қолөнер бұйымына қолдансаңыз болады. Мен осылай артқы жағынан өзіме қажет фетрге осылай шашақ етіп жабыстырып қолданатын боламын. Назарларыңызға көп рахмет.